Не дейді, не қыл дейді. Құйрығы жоқ, салы жоқ, құлан қайтып күн көреді. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көреді. Елім қайтып күн көреді. Ассалаумағалейкум, баба. Алейкумсалам. Уа, қайылсың? Арғы атам Найман, бергі атам Сыбан. Өз атым Есен. Белгі Арысқан. Есенге деген атым бар. Бәрекелді. Ел жүріп аман ба? Не шаруамен жүрсің? Келген шаруам. Алдымда екі дос қалды. Сол екі дос қалудан өтуге өзінен бата алуға келдім, баба. Екеуінен де пендеден беретін көмек жоқ. Өзіңе сен, айт жөніңді. Бірінші кезенім кебекпен шайқасу. Екіншісі жастығымның кезегі. Матай қызы еңлік. Жігітім, қайратың мықты батыр екенсің. Басқа айтарым жоқ. Болды, тоқта баба. Жеңілдім. Бірақ осы айтқан кебекке тиіп кетпесін. Армысыз әжаға, асылаға. Марбол, ұлғай бала. Баба, тоқтамсың інісі кебек болам. Бәрекелді, былай шық балам. Ел аман ба? Ел тыныш, ер аман баба. Шынжыр балам, шұбар төсім етесің, абыройың артсың. Айтқаның келсін. Не шаруамен жүрсің балам? Көптен сәлем бермеген, сәлем бергер келдім. Өзіңізден бата алғалы келдім. Келер күнім қашан, ажалыңызды сұрайын деп болжатқалы келіп едім. Бауырым, ол қыз жартасты бізде кез болады. Сақ болғайсың, осы сөзді есіме алып жүр. Құттым өсетінді баба. Ұлым, атаңның ұлы азбайды, екі сөз айтар. Бірі жауды алыстан деме, екіншісі сұлу қыз ажалын сода. Құттым өсетінді баба, қош бол. Ойбай ама. Ойбай кетім. Барды шегелмай, бармасыма. Қорықтың ғой. Ана тасты құшақтап, таспа қақса жатқан кім бұл? Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, күннің жара бекен ай. Мынау бұндағы еңіліктің дауысы шықса болып жетіп келеді екен. Ойбай бар. Не болып сонша біліп тұрсың ғой? Енді жан, сен осы маған айтшы. Найманның қаншалығын алдасан да мені алдай алмайсың. Мен батыр. Батыр болсаң қайтейін? Бәріміз де алғансың. Сонда маған не қыл дейсің? Менің затыма ел, қайратыңмен жұмсартам дене. Еліңмен келді, жөніңді айт. Құрылса да, құсалды жаудан қиын болды ғой. Ерден кетсен де елден кетпе. Інімді менсімесен өзім етейін. Ата-анамыздың туғаны болса, өз құлқыңды ойлама. Одан да ініңнің намысы қайда? Мен оған тимеймін деген жоқпын ғой. Алдыртып алғанмысың көзім. Амалым жоқ, артын тосам. Тоқта! Тоқта! Тоқтағанымы? Апа! Құдай, өзіңнен асқан кім бар? Бұда алған өзің? Кім атты? Сенбісің бала қаршы? Кімсің өзі? Жөн-жосы қалды мен. Жүргіншіден болмайды деп. Онда мен жуан таяқты атым кебек. Кебек, басы кебек қой. Еңіліп, атыңа қанығын қор бұл. Мен сізді бұрын көрмесем де, атағыңызды естушем. Көзімен көргеніме сондай риза болыппын. Талтасын арасы тарасқанша үйге жүріңіз. Сондағы болып кетсеңші. Еңілікжан, жүр десең, ермес жерің болмас. Ұмытпаспын бұл сәтті. Жүріңіз ондай. Менің әке-шешем. Әкем кезінде өзіндей батыр болған. Алладан байы жігіттің қызы. Ол да әлімін емес,
Еңлікжан, сөзіңді ұқтым. Енді сөзін байлап алды-артымызды тұйықтамасақ қайтеді. Тоқта бар. Маған 2 күнгі жүріс керек емес. Ал есеппен жүрем десең, оны да өзің білесің. Одан кейін бір Есен деген батыр бар. Ол ағайын, күйеуінің ағайыны. Ол да інімді менсінбесең, өзіме тей деп қояды. Оны да байқа. Тоқта, Еңлікжан, олай емес. Есенмен күш сынасып тағы кездесіп еді. Енді бақ сынасып тағы да кездеседі екен. Ол менімен таласқанда мен онымен таласпаймын ба? Батыр, мен айтарымды айттым. Қалғанын енді өзің шешесің. Онда екеуміз күнімізді, қашан күнімізді белгілейік. Батыр, бір өзімен келісімді бердім. Ақ тілекпен бірге қашайық онда. Ақ қабыл болсын. Жүр Еңлікжан. Қапатай, екі қапатай, қайда кетіп бара жатсың, не деп барасың? Жапал, мені қиып, менің кетуім керек. Менің жолым осы. Қайра кешешем саған қалдырып бара жатырмын. Солардың жанында қолданады болып. Қай жақта жүрсең де, менің Жапалы бауым бар деп жүр.